Сәлем достар, бүгін сіздермен қарапайым рецептпен бөлісетін боламын. Шыны керек, бәріміз күнде мясо по-французски жемейміз ғой енді. Бүгінгі видео рецептте тауық еті және де ас атасы макарон болады. Алдымен тауық етін ұзынша қылдырып турап аламыз. Содан кейін жуаға көшеміз. Жуаны да ортасынан бөліп, жарты дөңгелекше қылдырып тураймыз. Келесі кезекте сәбізді тураймыз. Жіңішке ұзынша қылдырып тураймыз, немесе теркадан өткізуіңізге болады. Газымызды жағып, сковородканың үстіне сұйық май құйып, қыздырып аламыз. Қызып тұрған сковородканың үстіне тауық етін салып, қуырып аламыз. Жан-жағын араластырып қуырып аламыз, және де үстінен тұз, қара бұрыш және өзіңізге ұнайтын тауыққа арналған дәмдеуіштер қосуыңызға болады. Тауығымызды қуырып болғаннан соң, шереті мен көкөністерімізді қосатын боламыз. Бірінші кезекте жуаны салып, араластырып қуырып аламыз. Енді сәбізіміздің де шереті келді. Сәбізімізді қосып, араластырып қуырамыз. Соусымыз кішкене қою болу үшін бір үлкен қасық ұн қосып араластырамыз. Келесі томат пастасын бір үлкен қасық қосып, тағы да 1-2 минут қуыратын боламыз. Сковородкаде барлығын қуырып болғаннан соң, шұңғыл ыдысқа аудардым, себебі үстінен су құятын боламын. Судың көлемін шамамен төменде көрсетіп кеттім, бірақ барлығы өзің қалауыңыз бойынша. Қақпағын жауып 1-2 минуттай бұқтырып аламыз. Содан соң майда қылып кесілген сарымсақты қосамыз және де қаймақты қосып араластыратын боламыз. Жақсылап араластырып 5 минуттай қақпағын жауып бұқтыратын боламыз. Мінекей тез әрі дәмді қарапайым түскі ас немесе кешкі асымыз дайын болды. Каналыма тіркеліп отырыңыздар. Каналымнан тағы да басқа керемет рецептерді таба аласыздар. Лайк пен комментарийді ұмытпаймыз. Астарыңыз дәмді болсын, сау болыңыздар.